Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын вупи-пай пирожныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қантымызды салып, ағарғанша миксерлейміз. Көпірген массамыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да миксерлейміз. Бізде сары майымыз бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май болуы керек міндетті түрде. Енді құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды, какаомызды салып, жақсылап миксерлейміз. 2-ге немесе 3-ге бөліп отырып саламыз. Құрғақ ингредиенттердің барлығын миксерлеп болғаннан кейін үстінен сүтімізді құямыз. Сүттеріңіз ашыған болмауы керек. Біздің тестамыз дайын болып қалды. Мінекей осылай болып шығады. Енді пирожныйларымызды пісіріп аламыз. Менде осындай кремге арналған мешок. Осыған тестамызды құямыз. Мешогымыздың бас жағын алдын ала қырқып алдық. Кішкене қырқып алып тастайсыздар. Осылай біркелкі етіп, томалақ пішінді етіп құйып шығамыз. Пирожныйларымызды қызып тұрған пеште 170-175 градуста 5-10 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей пирожныйларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Енді кремін дайындайтын боламыз. Таза ыдысымызға творожный сырымызды, қантымызды салып, екеуін жақсылап қанты ерігенше миксерлеп аламыз. Мінекей біздің қантымыз еріді. Енді үстіне салқын кілегейімізді құямыз. Творожный сырымыз бен кілегейіміз міндетті түрде тоңазытқышта тұрған болуы керек. Енді үшеуін бір қалыпты масса болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Біздің креміміздің қоюлығы осылай болып шығады. Креміміз дайын болды. Енді крем салатын мешогымызға насаткамызды салып, кремімізді саламыз. Менде насатканың номері 365. Мінекей біздің креміміздің қоюлығы осылай болу керек. Креміміз дайын болғанға дейін біздің пирожныйларымыз суып тұрады. Суыған пирожныйларымыздың ортасына крем жағамыз. Ортасына кремді қалың етіп жақпаймын. Осылай болады орташа көлемде. Себебі үстіңгі бөлігіне де кішкене крем жағамыз. Осылай сәндеп жақсаңыздар болады. Дастарханға қойған кезде өте әдемі болып көрінеді. Енді үстіне қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Құлпынай немесе шие қалауларыңызша шоколад қойсаңыздар да болады. Шие немесе құлпынай қоятын болсаңыздар өте әдемі үйлеседі, дастарханда керемет көрінеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады, оригинал рецепт. Өзім осы рецептпен заказға жасап жүрмін. Алдағы уақытта каналымда көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.